Ассаламуалейкум, қалайсыздар, көрермендер? Мынау менің бөлемнің осы қаладағы шаруашылығы. Осы кішкентай жерде қойларын бордақылайды, жылқыларын бордақылайды өйстіп. Міне кірген кезде мына жерде жаңағыдай бордақ қойлары енді әкеп қойған екен. Мына жерде міне жылқылары бордақыда. Мына бір тайы бар. Арғы бұрышта қазір көрсетем, онда жаңағы орыс ешкі дейді, сүтке. Міне қораның үстіне шөп жинайды. Шөптер таусылған. Мына бетте, мына жақта шөп жинайды, жоғарыда сені балы. Міне шағын және үйде өзі ермекке кәсібі. Осылай істесеңіздер де болады. Мен де осылай жасағым келген баста негізі. Бірақ мен тек қана қой болғаннан кейін бүйтіп бөлмедім. Сар жағында бие тұр. Мына жақта орыс ешкілер. Камера аламай тұр. Міне мына жақта орыс ешкілері. Міне 7-8 орыс ешкісі бар. Бұл сүтке. Қалада орыс ешкінің сүтін 600 теңге сатады. Литрін өзінің клиенттері бар. Келіп өздері алып кетеді. Міне ешкісі. Үстіп кәсіп қылып атқан жігіт. Бүгін үй жағына қонаққа келіп қалып едім. Соны түсіруге жөн көрдім. Міне осылай. Кішкене шағын ғана қорада. Мына жақта жаңағыдай жем тұратын орны. Міне ағайын. Қалай, ұнады ма? Қолдан келсе қайта осылай жасап, үйде қосымша табысқа істесеңіздер болады. Бір жақсы, бір примерный идея. Ал ағайын, рахмет сіздерге. Видеоңызға лайк басып қойыңыздар. Жаңадан қосылған көрермендер болса, подписаться деп қойыңыздар. Комментарий жазыңыздар осы қора бойынша. Міне тамаша бір идеяның бірі осы. Ал ағайын, сәттілік сіздерге, сау болыңыздар.